ыстық қиярлар. Достар, қараңыздар, қандай керемет әдемі болып шықты. Түрі, түсі бәрі керемет. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қысқа дайындық жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 килограмм қияр қажет. Оны 2-3 сағатқа мұз суға салып қоятын боламыз. Одан кейін бізде қара бұрыш, қант, тұз, лавр жапырағы, 4-5 бүтіндей сарымсақ, 3 тал аскөк және 1 килограмм тәтті бұрыш қажет. Одан бұрын қайнап тұрған ыстықтай суымызда банкаларымызды, қақпақтарымызды бұқтыртып алатын боламыз. Міне бұрыштарымызды тазалап жуамыз. Одан кейін қиярымызды екі жағынан тазалаймыз. Қайнап тұрған ыстықтай суымызға қиярларымызды салып, тез-тез бір қайнатып аламыз. Дәл осылай қызыл бұрыштарымызды салып, бір қайнатамыз. Одан кейін аскөгімізді ыстық суға бір малып аламыз. Тез-тез банкаларымызға ыстықтай қиярларымызды салып, жан жағына қызыл бұрыштарымызды салып әсемдейміз. Әр банкаға 10 тал сарымсақтан кетеді. Сарымсақтан кейін бізде бөлініп аскөктер салынады. Аскөктен кейін қайтып қиярларымызды салып, қиярымыздың үстіне тәтті қызыл бұрыштарымызды саламыз. Әр банкаға 3-4 лавр жапырағынан кететін болады. Екі шөкімде қара бұрыштан саламыз. 2 литр банкаларымызға 2 қасық тұз, 2 қасық секерден кететін болады. Барлығын салып болған соң қайнап тұрған ыстықтай суымызды банкаларымызға толтыратын боламыз. Толтырып болған соң қақпағын бетіне салып, тез-тез жауып айналдырып шығамыз. Айтпақшы достар, мен бүгін үйде нан пісірдім. Керемет болып шықты. Міне достар, біздер банкаларымызды жауып болдық. Әрлі-берлі аунатып, суығанша бетін орамалмен жауып қоямыз. Міне достар, біздің қиярларымыз дайын болды. Керемет болып шықты, қараңыздар. Сіздер де рецептін сақтап, үйден дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға дәмді тағамдар пісіріп, әрдайым қуантып жүріңіздер. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Қош сау болыңыздар.